Сәлем достар, Балғайма арнасына қош келдіңіздер. Біздер бүгін қолдың сүтінен қызыл ірімшік жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қолдың сүті керек. Мен 4 литр сүтті құйып, түбі қалың осындай кастрөлге құйып, сүтті пісіреміз. Әбден піскен кезде осылай бір кесе айранымызды құйып, әбден беті қатайғанша астын қайнатамыз кішкене. Содан қайнатқаннан кейін астын жайға қойып, осылай айналасын қасықпен айналдырып отырамыз. Әлсін келіп астын бастырып, осылай қайнатып отырамыз. Сүттің сарыуызы шығып, өзі бетіне осылай пісетін болады. Және бір кесе шекер салып, тағы да қайнатуға қоямыз. Бұл жай отта 2-3 сағатқа дейін қайнайды. Қайнап, сары суы шыққаннан кейін осылай қайнап, қызара бастайды. Бірте-бірте қызарып, баяу отта 2-3 сағат қайнайды. Үстіне өзінен өзінің суы сарығып, сары түске ене бастады ірімшігіміз. Жаймендеп осылай арасында бұлғап қоямыз, түбін қарап. Біздің сары ірімшігіміз дайын болды мінекей. Енді бұны сүзіп, осылай табамызға салып, суын сарықтырып, табаққа салатын боламыз. Табаққа салып, осылай кептіріп, шаймен ішуге керемет кетеді. Бұл өте құнарлы әрі сіңімді тамақ болып табылады. Кезінде ата-бабамыз осымен шай ішіп, денсаулықтары мықты болып жүрген. Қазірде бұл да өте қолжетімді жағдайда, дүкендерде де, базарларда да сатылатын болды қазір. Бүгін осындай әдемі қызыл ірімшік пісірдік. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Міне мына қалған сары суынан сары су жасауға болады. Менің видеом ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.